оның жаңағыдай мемлекет тарапынан берілетін біздің пайдалы қазбаларымыздың игіліктері, қоғамдық игіліктері қол жеткізу құқығынан айыру болып есептелінеді. Сондықтан бұл мәселе жекеге берілсе де, ол мемлекет тарапынан реттелу керек деген ұсыныс береміз. Мен ойлаймын, бұл мәселені жоғары деңгейде көтеріп, оны шешуге бұлай болмайды. Сонда әркім өзіне труба тарта беретін болса, қалада труба боламыз ба? Ал тозығы жеткен инженерлік желілердің жағдайы қалай болмақ? Кеше біз суға малындық. Енді шамалы күтіп жүретін болсақ, кәріз сулар тозығы жетсе, біз енді басқа бір нәрсеге былығатын боламыз ба? Сол барлығы зая кетеді. Сондықтан сіз осы салаға жауап беретін басқарма басшысы ретінде жалпы жаңа идеялар, тың идеяларыңыз бар ма жалпы? Осымен жүре береміз ба? Енді біз қазір су бұру желілерінің барлығын сол полиэтиленді немесе стеклопластик дейді ғой, трубалар 50 жылға дейінгі жарамды заводтың беретін жарамдылық мерзімі, соны ауыстыру бойынша жұмыстар атқарылып жатыр. Ал жылумен жабдықтау желілері 45% бұл жерде мүмкіндік келмейді жаңағыдай полиэтиленді құбырларды салуға. Бұл жерде міндетті түрде шойыннан жасалған немесе темірден жасалған құбырлар салынады. Дегенмен де тозу деңгейі ондай жоғары емес. Бұл облыс бойынша айтып жатырмын. Ал электрмен жабдықтау желілері әрине 65% құрап отыр бүгінгі таңда. Ол бойынша энергосистема жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жеке компания болғандықтан оған мемлекет тарапынан қаражат бөлінбейді.